Мінеке, мамақай деп қояйын. Туғандар, ассалаумағалейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Урматтуу мекендештер, экрандағы 4 баш үй сатылат. Көрдүңүздөрбү? Момда болгон боз, кийген порода уйлар экен. Достор, толук маалымат берип өтөбүз. Сиздер лайкты басып, ким боз үй издеп атса, бөлүшүп кетиңиздер, достор. Биз анда биринчи Алатоо эле Швец ушудан баштадык. Байка, ассалаумалейкум. Алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Жакшысызбы? Жакшы. Так, бул 4 баш үйдү сатыкка чыгардыңыз. Жакшы, булар бооздор окшойт, а? Боз жакын боз бар. Жакын бооз дейт. Модан биринчи маалымат бере баштайыкчы, так. Бунун породасы кандай болду экен? Швец. Порода Швец. Бул канча айлык бооз эми? Желиндери уже толуп калыптыр. Бул 4-5 күн калып турду. Бир жума минус плюс калды дейт. Аны болгон Швец дейт. Канчан тууган үй эми бул? Азыр ичиндеги 3-сү болот. Ичиндеги 3-сү дейт, достор, мына. Ичиндеги 3-сү. Негизи эле Кыргызстан боюнча чүйдүн уйлары мощный болот негизи. Мына, караңыздар. Если региондордон көрүп атсаңыздар, чүйдүн малынан алыңыздар. Ол деген Швец Тоташка жүрө турган универсальный. Мына, онда болгон бооз экен. Так, бир жума минус плюс мунун туушуга. Бир жума калды. Жакшы, так, бул канчан тууду дедиңиз? Ичиндеги 3-сү болот. Ичиндеги 3-сү. Кандай породадан качты бул? Ичиндегиси тоже неме Швецке койдурган, кыйдырганбыз. Искусственный качкан ошондо? Швецтен качыптыр, достор. Муну так, экинчисине канча сүт берди бул? Экинчисине 20га чейин берген. 20га чейин берген дейт. Мына сүттү дагы булар майлуу болот негизи. 4 желин тең рабочий, таза. Рабочий, жош. Жош. Онда болгон үй экен, достор. Булар жош болот, универсальный. Так, мунун баасын канча сурайсыз сен? Мунун баасын 250 миң сурайбыз. 250 миң сом. Кеми бар, а? Кеми болот. Кеми болот дейт, достор. Мына бооз үй издегендер. Биринчи чёткий үй экен могулсуз. Көрдүңүздөрбү? Жер ичи таза. Таза бар, жайын. Жакшы. 250 миң дейт. Так, могу экинчи үй, кара үй экен. Так, желиндери ак окшойт бул. Менин оюмча американка го дейм. Таза американка. Американка. Порода американка дейт. Жакшы, бул кунажын окшойт. Ооба, биринчиси неме тойт. Биринчиси неме тойт, а? Канча айлык болуп калды ошондо бул? 8 айга жакын болуп калды уже. 8 айга жакындап калыптыр. Монда болгон американка. Кунажын экен бул. Жакшы. Так, бул биринчиси болсо желиндери таза болот негизи. Таза желиндер бар. Ичинде кандай породадан качты экен эми бул? Ичинде чоң, аябай чоң букага качырганбыз, Швецке качырганбыз. Швецтен качкан дейт, мына. Швецке кирген буга? Онда болгон. Жер ичи таза мунун. Жакшы барды. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Онда болгон американка. Так, муну кичине бери жылдырайын эми. Бул кунажын экен. Мына, достор. Онда болгон үй. Так, бунун баасын канча сурайсыз? Буга 235 миң сурайбыз. 235 миң сом дейт, достор. Мына. Порода американка. Негизи бул сүттү өкүртөрөт да болар. Кунажын. Швецтен качкан. 235 миң кеми бар, булардын, а? Болот. Булардын эми варианты барбы жокпу? Мисалы кандай вариант? Мисалы, машинеге алмашабыз деген, койго, жылкы кандай? Или только акчага кандай? Только наличкеге, а? Акчага эле экен, достор, вариант жок. Жакшы. Ол экинчи үй болду, американка. Так, могу сары үй токол экен бул. Мында бир караганда канчаны тууганы билинбейт негизи булардын. Ол бочкообразный, мындай башкача экен. Бул да жакын бооз окшойт. Бул дагы бир жумага жетпей. Бир жумага жетип жетпей туйт дейт. Бул жакын экен. Мунун породасы кандай болуп калды? Бул Алатоо чистокровный. Өзүбүздүн чистокровный Алатоодон экен, достор. Мына желиндери уже толуп бараттыр. Көрдүңүздөр, төртөө тең рабочий. Жош, онда болгон үй экен. Так, бул канчаны тууган үй эми? Ичинде 3-сү болот. Бул дагы 3-сү, ичиндегиси. Экини тууган. Экинчисине канча берди эми сүт? Экинчисинде 20дан ашык берген. 20дан ашык берди, а?
Жеп іші таза. таза. Так, бұл қандай породадан қашты екен? İçindesinde чисто кровный алатау koyacağım. Өзі-өзін Алатаудан қашылғаны. Осьминение болып тұр достар. Көрдіңіздер бі? Мұнда алған ой. Так, бұның бағасын қанша сұрайсың? Бұлда 250. Бұлдағы 250 мың сом. Мына, боз іздегендер. Бұлдағы универсальный. Любой табунға да шығаты, сық, суық дөбеті. Мұнда алған ой. Жевітші таза. 20-дан ем үчінсіде бір 25-ін тегерек олып қалды да. Жақсы. Жақсы той қосса бұл негізі 30-ға чейін бере тұрғанда екен. Мұнда алған гигант. Көрдіңіздер бі? Сары тоқол чот күйі екен. Так, кемі бар айтылған бағадан. 250 мың сом. Кеми болады дейді достар. Көрдіңіздер? Жақсы, ол 4-ші үй достар. Мұнда алған ала үй екен. Бұл өте чоң үй екен. Бұлда жақын оқшайды бұл? Бұлда жақын 8 айға толды. 8 ай болды бұл? 8 айға толды. Кең үйдан екен. Ондай широкий. Так, бұл қаншаны туған үй еме? İçinde 4'üncü oldu. 3-ті туған, ішіндегі 4-шісі. Бұл қанша айлық боғыз екен? 8 дедіңіз, қандай породадан қашты екен? İçindesinde немеге koyduğumuz Norveçkaga koyduk. Норвежка осьминение болған, Искусственный. Искусственный осьминение болған дейді достар. Мына 8 ай боз. Бұл эми үчүнчүсү қанша сүт берді? Üçüncüsünde 27 litre semірген. 27-ге чейін берген дейді достар. Мына негізі эми сүт бере тұрған уақ екен бұл. 4-шісі. Онда оған мұн только құрсағын тойғыз керек, анан сағаш керек та. Мына ке. Так, бұның бағасын қанша сұрайсың? Бұлда 250. Бұлдағы 250. Мына 250 мыңден. Бұдан бір бұқа туылға тұрған болса, бір жылда ақтап қояды өзін. Еще пайдасы менен. Сүтке тойғыз керек бұқа туылсач. Ана. Онда олған бұның пародасы қандай болып қалатын? Пародан сұрағадың. Өзі-өзін Алатаудан, а? Мына ке. Онда оған өзін Алатаудан дейді достар. Жақшы. Так, бұл 250. Бұлдағы 250. Бұл 235. Швец 250 дейді достар. Онда оған бағалар. Айтылған бағадан кеми бар, а? Төрті өтең. Кеми болады екен достар. Только наличкаға дейді. Шытырға. Номерді қалтырам. Толық малымат алып, сода қылсаңыздар болады. Ушундай болған ойлар достар. Ондай болған Американ кама порода чотке екен. Ал үчөө өздүн Алатаулар. Жоон жолпу болған чоң ойлар екен достар. Көрдүңүздөр. Уй издегендер менен бөлүшүп кетиңиздер. Лайкты басып колдоңуздар только. Каналга катталганды унутпаңыздар. Видеону аяктайбыз.